Барлықтарыңызға сәлем, қалайсыздар? Бүгін мен сіздермен ең қарапайым және дәмді салатпен бөліскім келеді. Ол үшін бізге тек баклажан, пияз және болгар бұрышы қажет. Ал кеттік, достар. Ең алдымен баклажанды кесіп, тұзды суға 5-10 минутқа салып қоямыз. Содан кейін қалған көкөністерді кесіп, оларды бөлек қуыратын боламыз, пияз бен болгар бұрышын. Енді тұздықты дайындайтын боламыз. Сол үшін бізге бал, соя соусы, сарымсақ және аздап тұз қажет. Келесі қадам, достар, баклажандарды осылай крахмалға жақсылап араластырамыз. Содан кейін сұйық майға қытырлақ болғанша қуыратын боламыз. Мінекей, достар, біздің салатымыз дайын болды. Барлығын біріктіріп, үстінен жасыл пияз және соусымызды құйып, жақсылап араластырамыз.
Осындай дәмі ерекше және өте оңай салат сіз де жасап көріңіз, міндетті түрде сізге және сіздің отбасыңызға ұнайды деп сенімдімін. Алғыс ретінде біздің арнаға жазылуды ұмытпаңыздар, достар, бұл біз үшін өте маңызды.